жұмыс жасаған кезде жаңа көріп отырсыңдар ғой, ағайларың қалай жұмыс жасауды. Әрдайым көбірек жұмыс жасау керек. Грушада тұрсың ба, рингта жұмыс жасайсың, мысалы бокс жасайсың ғой. Мысалы грушада істедің ба, рингтан бокс жасқандай 2 есе көбірек күш жинау керек. 2 есе көбірек күш салу керек. Грушада. Әр соққыдан кейін бас орнында тұрмау. Постоянно алдын ол жұмыс жасау керек. Алдын ол пружина сияқты ғой, тоқтамайды. Так, оп, оп, қорғанның қайта, оп, и қайтадан демалған кезде, ана шаршап қаласың, көп соққырған кезде. Құра үшін жүрмейсің да грушаның қасында. Осыған үйрену керек. Соққымен бірге демалу керек. Алдын оны демаласың. Келесі соққыға, келесі шабуылға күшін жинайсың. Алдын қолмен ұрып, демалып күш жинап аласың. Кетті. Алдадың. И 4-5 соққы жестко. Бәм. Күшін қайтадан орташа кеп қалды. Қайтадан алдың оны. Алдын қолмен демаламыз. Күш жинадың бір 10 секунд. Бір 9-10 секунд. Қайтадан кетті. Бір-екі ударға күш саласың. Дайындалып жүресің, алдың қайтадан күш саласың. Ближний бойға кіресің, жабылып аласың, шаршадың уже. Алдың қол тастауға да күшің жоқ. Ближний бойға демалып аласың, бір 5-10 секунд дұрыс демалу керек. И осы жерде тұрасың. Ближний бойға тұрасың, әшейін тұрмайсың, әшейін соққылар алмайсың өзіңе қарай. Соққымен бірге момент ол соққы тастап сен шаршағанды көріп тұр, бірақ сен шаршаған жоқсың. Алдап жатсың оны, ол саған соққы тастап кейін сен оны күтесің, қателік күтесің. Бір оң қолын ба, сол қолын ба разрез ұстайсың. Бәм! Үйшінде бауырға бәм! Үйшінде көтересің, бәм! Қайттан күтесің, сол қолын тастады ма? Жағылдың, бәм! Дайын соққымен, түсіндің ма? Туқ. И парда тренировкада жаттығуда сол алдың қол, так. Алдың қол, постоянно пружина, ортаңғы дистанцияда тұрып алсың, болды, аяқты нық тұрып алсың, болды. Секіру, кету, артқа қарай қадам жоқ, только мына алдында болды, все. Қарсыластың алдында все, ол сенікі. И осы жерде ой осы жерден ойнайсың, болды, осы жерде сен өзіңді сен, оп, поймал, алдым, шығарасың, оп, алдадың, түсініп ма? Вот, солай жұмыс жасасыңдар, бір тәжірибе.